Цитрамон. Көптеген адамның бас ауырғанда бірден қолданатын ең танымал ауырсынуды басатын дәрілерінің бірі. Ол кең таралғанымен, оны қолдану кезінде өте мұқият болу керек. Оның пайдасы барымен қатар, артық немесе дұрыс емес пайдалану денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Цитрамонның құрамы. Цитрамон бірнеше белсенді заттан тұратын күрделі препарат. Оның негізгі компоненттері: парацетамол ауырсынуды басады, қызуды түсіреді; ацетилсалицил қышқыл, аспирин қабынуды төмендетеді; кофеин қан тамырларын кеңейтіп, дәрінің әсерін күшейтеді; бас ауруын басады; терлеу немесе суық тию салдарынан болған жеңіл және орташа бас ауруына жақсы көмектеседі; қызуды түсіреді. Егер дене қызуы көтерілсе, құрамындағы парацетамол мен аспирин оны азайтуға ықпал етеді. Қан айналымын жақсартады. Кофеин арқылы миға қан ағымы артып, адам өзін сергек сезінеді. Тіс және бұлшықет ауырсынуын жеңілдетеді. Кей жағдайларда цитрамон тіс немесе бұлшықет ауруына қарсы уақытша жеңілдік бере алады. Зияны мен қаупі: асқазан жарасына себеп болуы мүмкін. Ацетилсалицил қышқылы асқазанның ішкі қабығына кері әсер етеді. Оны ашқанда ішу жара мен гастритке апаруы мүмкін. Бауырға жүктеме түсіреді. Парацетамолдың мөлшерден тыс жиі қолданылуы бауырға кері әсерін береді. Ұзақ уақыт бойы іше беру бауыр жасушаларын зақымдайды. Қан ұюына кедергі келтіреді. Аспирин қанды сұйылтады. Егер адамда қан тоқтамайтын ауру немесе жара болса, бұл жағдайды қиындатады. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.